Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Мешіт салатын болсақ, мақтанып кетпекші жақсылар. Жария садақа ғой, жария садақа. Алла қабыл етсін. Бір Аллам көріп тұр ниетіңізді. Құдай сауабын нәсіп етсін, тоқтамайтын сауаптан нәсіп етсін. Ал енді жақсылар, қазір мешіт көп, Құдайға шүкір. Санынан гөрі сапасы дұрыс. Алла үшін, дін үшін қызмет қылатын болсаңыздар, сауап үшін қызмет қылатын болсаңыздар, мешітке көңіл бөлу керек. Мешіттің бар жағдайын жасауға көңіл бөлу керек. Жақсылар, мешіттер таза болуға көңіл бөліп, мешіттің тазалығына, болмаса светінің жанып тұруына, болмаса имамдарының ықыласпен қызмет жасауына бар жағдайды жасау керек. Бұрынғы ата-бабаларымыз бір бай кісі сол елге білімді кісіні әкеліп, иман қылып, соның ақшасын төлеп, қызметіне қаражатын бөліп, жағдай жасап отқан. Бір бай кісі бір молданы ұстап отырған былай жеткен. Сөйтіп оған бала оқыттырып, қызмет қылғыздырып, бір мешітті жағдай жасатып отқан. Біз байып кетсек, мешіт саламыз деп ниет қыламыз. Мешіт, Құдайға шүкір, осыдан 30 жыл алдын, 35 жыл алдын мешіттер жетіспейтін мешіттер бар еді. Қаншама аудандарда жетпейтін еді мешіт. Дәл қазіргі уақытта Аллаға мыңда бір шүкір, ауданда 10-15 мешіттер бар. Мынау бір қаланың ішінде бұрын осыдан 25 жыл алдын 4 мешіт бар еді. Қазір 14 мешіт болды. Жақсылар, сол мешіттердегі жасап атқан имамдар қалай? Биік қылып, сәндеп мешіттер сала бергенше, дәл қазір сол мешіттердің қызметін жақсартуды ойлау керек. Білімді имамды таңдау керек. Білімді имамға көңілін көтеретіндей жағдай жасау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты. Яғни сәндеп жібермеңдер деді мешіттерді. Биік қылып көтеріп жүрмеңдер деп отыр. Анау христиандар сияқты, яһудилер сияқты әсемдеп, биік қылып көтеріп жіберген сияқты менің үмметімді биік қылып әсемдеп мешіттерін көтеріп жібереді ма деген күмәндамын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұған қарсы екендігін айтып тұр. Дүниеден өтіп кеткеннен кейін осылай істемесе екен деген ойды айтып тұр. Жақсылар, мешіт Алла ризалық үшін салған болсақ, сол мешітті ары қарай Құдай қаласа жақсы болып, намазы 5 уақыт намазын оқылып, балаларды сауаттылығын күшейтіп, ары қарай сауаттылығын мешітте уағыз насихатты көбейтетіндей мешітке жақсылық жасауға қызмет қылайық. Мешітке жұмсаған ақшаны мешіт салам